Жамбыл облысында құсбеліктен жастар арасында Қазақстан Республикасы чемпионаты өтті. Дәстүрлі жарыс биыл 6-шы рет ұйымдастырылып отыр. 2 күнге созылған бүркітшілер додасында Астана, Алматы, Қарағанды, Ақмола, Оңтүстік Қазақстан және Жамбыл облыстарының жас құсбегілері шеберліктерін сынады. Толығырақ Руслан Бақытбекұлы жеткізеді. Жамбыл облысында өткен жастар арасындағы жарысқа әр облыстан 16 құсбегі келді. Қазақ үшін құсбегілік ғасырдан ғасырға жалғасып келе жатқан дәстүрлі өнер. Бүгінде саятшылықтың бұқаралық сипат алуы аса маңызды. Шара мақсаты да сол, ұлттық саятшылық өнерді одан әрі дамыту дейді ұйымдастырушылар. Толқынды толқын қуады дейді. Ересектер арасында өте берсе, ересектермен ол ертең қартаят, тоқтайды деген сияқты. Ал енді осының артынан мінекей жасөспірімдердің алдында жастардан алды ересектер. Лек-легімен осылай өсу керек қой, жаңағы өзінің әрқайсы тобымен. Сол ниетте. Жарыс ережесіне сәйкес қатысушылар 5 кезең бойынша сынға түсті. Ол қыран бүркітті қолға қондыру, шырғаға түсіру. Содан кейін бүркіттер қоян мен шибөріге салынды. Ал жарыстың шешуші кезеңінде құс нысаны қарсақ болды. Дайындалып бара жатыр, мінекей. Жарысты көруге шетелдік құсбегілер де келді. Испандық Хуан Бернабенің айтуынша, ол 8 жасынан құсбегілікпен айналысады. Бүгінде оның 87 құсы бар көрінеді. Оның 11-і бүркіт болса, қалғандары лашын, қаршыға сияқты құстар екен. Қазақстанға келгеніме өкінбеймін. Үлкен әсер алдым. Қазақтар өте қонақжай халық екен. Әсіресе салт дәстүрді ұстанып, жарыстар өткізіліп тұратындығы маған қатты ұнады. Оның үстіне барлығы табиғат аясында өтеді екен. Тартысты өткен чемпионатта Алматы облысының жас құсбегі үздік атанды. Бұл Алмас Сейітжан мен Ақбалақ атты бүркіттің республикалық деңгейдегі екінші жеңісі. Қуған жетпейді, бұйырған кетпейді дейді ғой. Енді бірінші орын алдық. Өте қуаныштымыз. Біріншіден Ақбалаққа рахметімді айтам. Осы сонша бүркіттің ішіне топ жарып шығып, ода екінің бірінің қолынан келмейді. Ал екінші және үшінші орын Астана қаласы мен Ақмола өңірінің құсбегілеріне бұйырды. Бұл чемпионат жеңімпаздары Қазақстан құрамасына енеді. Халықаралық жарыстарға қатысып, ел намысын қорғайды. Бастысы, жас құсбегілер ұлттық өнерімізді әлемге таныту үшін күш салатын болады. Руслан Бақытбекұлы, Тимур Сейілхан, Бақытжан Бапаев, Жамбыл облысы.